Пай-пай өмір, өтесің ау бір күні, қиясың ау қуанышты күлкіні, өмір деген бір жарқ еткен найзағай, өмір деген көк аспанның күркірі. Пай-пай өмір, өтесің ау бір күні. О, Мұқа, сен қашан жай тауып ең? Алысып адамдардың сайтанымен, қазақтың көпі киген қара өлеңін шекпен жауып өзіне қайтарып ең. Уа, Мұқа, сен бізге разымысың? Өзің қаққан қара өлең қазығы үшін, мына біздер қазіргі өлең болсақ, сен соның мәңгі кетпес азығысың. Кім жазады? Бір сенен асып өлең. Соны көрмей жүр мынау пасық әлем. Байқамас ем, өзгеге тіл тигізсе, сені сорлы дегенде шошынып ем. Намысыңды қалайша қорғай алам? Сөйлемекен, байыпқа бармай адам. Хан тәңірдің шыңындай биік жанға ойланбай тіл тигізген қандай адам? Біреулері өлеңін күшті дейді, біреулері салынып ішті дейді. Мұқан жазған бір жолға татымайды, қанша өлең жазсақ та күшті мейлі. Жазбаса да тіріде сый көруді, өлең десе білеміз күйгеніңді. Мен үшін Мұқағали және өлең мағыналас сөздердей синонимді. Сенен мықты шыққан жоқ әлі күнге. Ұстазы сен ақынның бәрінің де. Тіріде арпалысқан қайран Мұқам, енді тыныш жатсыншы қабірінде. Өлеңді аяқ асты қорлағандар, жерді басып қалай жүр оңбағандар. Мен үшін дәрежеңіз белден төмен. Мұқанды сорлы деген сорлы адамдар.